Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам діні мен уағызы барша адамзатқа арналған. Өзіне дейінгі пайғамбарлар сияқты бір қауыммен, бір халықпен немесе бір ғана аймақпен шектелмеген. Алла Құранның бірнеше жерінде бұл жайдан хабардар етеді. Мәселен, Ахраф сүресінің 158 аятында: «Уа адамзат, шүбәсіз, мен Алланың баршаңа ортақ елшісімін» делінеді. Ниса сүресінің 79, 170, 174, Тәубе сүресінің 33, Сәбә сүресінің 28, Хаш сүресінің 67, Асхаб сүресінің 40 аяттары да осы мағыналас. Осы себепті пайғамбарымыздың имандылыққа үндеуі араб халқымен шектелмесі айтпаса да түсінікті. Күл әлемге, барша адамзат баласына хақ діннің уағызын жеткізу керекті. Үндеу ісін қолға алудың қолайлы шағы Худайбия келісімінен соң туды. Өйткені шарт бойынша 10 жыл бойы мүшриктермен соғыспау келісілген. Хижреттің 7 жылы Мухаррам айы пайғамбарымыз асхабын түгел жинады. Алла мені бүкіл адамзатқа рақымдылық етуге жіберді. Исламды тарату мәселесінде маған қолдау көрсетіңіздер. Исаның көмекші сахабалары саналған, Хауари атанған 12 кісінің Мәриям ұлы Исаға қарсы шыққаны сияқты сіздер де маған қарсылық көрсетпеңіздер деп сөз бастады. Сахабалар: «Уа Расулалла, хауарилер Исаға нендей наразылық білдірген?» деп сауал тастады. Пайғамбарымыз: «Мен қазір сіздерге жүктеген міндетті бір кездері ол да хауарилеріне тапсырған еді. Бірақ жақын маңайға тағайындағандары ғана барып жауапкершілік көрсетті. Ал алыс аймақтарға жіберілгендері барудан бас тартты. Сонда Иса пайғамбар Аллаға мән-жайды баяндап дұға оқыды. Кім қай елге бару керек болса, сол елдің тілін үйренді. Иса пайғамбар оларға: Алла өте маңызды істі сіздерге жүктеді, жолдарың болсын деп сахабаларын дінін тарату үшін шар тарапқа аттандырғанды. Мұсылмандар Расуланың сөзінде ден қойып тыңдаған соң: «Уа Расулалла, біз саған көмектесуден аянып қалмаймыз, қалаған жағыңа жібер» деді бір ауыздан. Сахабаларының шыншылдығына тағы бір көз жеткізген Алла елшісі: «Дихатул Қалбиді Рум, Византия қайсері Гераклие, Амр ибн Умайя әд-Дамриді Хабаш Нәжашисі Асхамаға, Абдулла ибн Хусафаны Иран Кисрасы Хусрау Пәруизге». Ол кезде Рум, Византия мемлекетінің басшысы Қайсер, Иран шахы Кисра, Мысыр мемлекеті басшысы Перғауын, Йемен билеушісі Туба, Хабаш елбасы Нәжаши деп аталған. Хатиб ибн Абу Бәлтаны Мысыр Перғауынына, Салид ибн Амрды Ямалия уәлие Хауза ибн Алиге, Уижа ибн Уақбты Ғассан басшысы Мәнзүр ибн Хариске жолдады. Елшілердің қай-қайсы да баратын елдерінің тілін еркін меңгерген еді. Пайғамбарымыз елшілеріне барған елдің билеушісіне табыстайтын хаттарды ұстатты. Ел билеушілері мөрсіз хат-хабар қабылдамайтындықтан Алла елшісі күмістен жүзік жасатып, оған Алла Расулы Мұхаммед деп 3 сөзді бірінің астына бірін жаздырып мөр таңба бастырды. Пайғамбарымыз бұл жүзікті өмірінің соңғы күндеріне дейін саусағынан тастамаған. Алла елшісі бақилық болған соң мөр жүзік кезеңімен Әзірет Әбу Бәкірден Әзірет Омарға, одан Әзірет Османға өткен. Бір күні Әзірет Осман қолындағы мөр жүзікті құдыққа түсіріп алады. Құдықтың суын тартып іздегенімен жүзік сол күйі табылмаған. Хижреттің 7 жылы Мухаррам айы
пайғамбарымыз алдымен Әмір ибн Умайяға Хабаш Нәжашиі Асқамаға арналған хатты табыстап шығарып салды. Үндеу хатта былай делінген еді: Бисмиллахир рахманир рахим. Алла Расулы Мұхаммедтен Хабаш Нәжашиі Асқамаға: уа билеуші, сені мұсылмандықты қабылдауға шақырамын. Мен сенің атыңнан ла илаха илля ху Мәлик, Құддус, Сәлам, Мүмин, Мұхаймин сипаттарына ие Алланы мадақтап, оған шүкіршілік етемін. Мәрия ұлы Исаның да Алланың құлы әрі калимасы екеніне куәмін. Алла ол калимасын және ол рухты өте пәк дүние тіршілігінен баз кешкен Мәриямға үрледі. Нәтижесінде Мәриям Исаға жүкті болды. Алла Исаны осылай жаратты. Алла адам атаны да құдіретімен жаратты. Уа билеуші, сені серігі жоқ бір Аллаға иман келтіруге, соған ғибадат етуге, маған мойынсынып, Алла тарапынан маған жіберілгендерге илануға шақырамын. Мен Алланың хақты түсіндіруді жүктеген елшісімін. Сені және халқыңды әзіз әрі жәмил Аллаға иман келтіруге үндеймін. Мен исламды уағыздап насихат айттым. Насихатыма құлақ қойып қабыл алыңыз. Хақ жолын таңдағандарға сәлем. Әмір Хабаш билеушісіне пайғамбардың хатын аман есен жеткізді. Нәжаши дүние болмыстың сұлтанынан келген хатты асқан сүйіспеншілікпен қолын алып сүйді де басына қойып құрмет көрсетті. Содан соң адамдарына оқытқызып, үндеу оқытып біткенде тағынан түсіп, кішіпейіл кейіппен тізе бүкті. Бір сәт үнсіздіктен соң мұсылмандығын жария етіп былай деді: мүмкіндігім болса, пайғамбарымыздың қасына барар едім. Көктен түскен кітапқа яһудилер мен христиандықтардың күтіп жүргендері осы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ол барша адамзаттың пайғамбары. Мұса пайғамбардың Исаның келетінін хабарлағандай, Иса пайғамбар да ол пайғамбар түйеге мініп жүреді деп Мұхаммед пайғамбардың келетінін білдірген. Осынау салтанатқа ие болғанша Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қызметшісі болғанымда ғой, ешқандай салтанат оған қызметшілікпен теңдесе алмайды. Нәжаши Асқама піл сүйегінен жасалған қымбат құты алдырып, пайғамбарымыздың хатын салды да, осы хат сақталып тұрған уақытта хабаштықтар берекеге кенеле береді, деді. Әмір ибн Умайя Нәжашиге үндеумен келген кезде Құрайштардың мықты саясаткері Амр ибн Ас та Хабаштанда еді. Мұсылман өкілінің Нәжашимен кездескенін сырттай бақылап білген, ол өзінен өзі ашуланып, Әзірет Амрды өлтіргісі келеді. Ішкі ызасын ірке алмай, ақыры билеушісінің құзырына шығып: уа мәртебелім, сенімен біреудің жүздесуге келгенін өз көзіммен көрдім. Ол біздің қас дұшпанымыздың елшісі. Елші қолыма түссе, өлтірсем деп едім, деді. Нәжаши Әмір ибн Астың бұл ұсынысына ашуланып: сен Мұса пайғамбармен жүздескен Жәбірейілден уақи алған ұлы адамның елшісін өлтірмекке менен не бетіңмен рұқсат сұрай келдің, деді. Әмір ибн Ас: уа билеуші, оның пайғамбар екені рас па? Нәжаши: ей Амр, менің сөзіме құлақ ас, тез арада соның соңынан ер, өйткені ол хақ жолда. Оған қарсы шыққандар түбінде жеңіліс табады. Мұса пайғамбардан Перғауын мен әскері күйре жеңілгені сияқты. Әмір ибн Астың тұла бойы тітіркеніп кетті. Демі дірілдей: сен менің исламиятты мойындағаныма куә бол, деді. Нәжаши қуана құптады. Әмір ибн Ас Құрайштықтарға сыр бермей бір жыл жүреді. Хижреттің 8
жылында ғана Мәдинаға барып Расуланың алдына иманын жария етеді. Нәжаши асқама болса Әзірет Мұхаммедтің ұсыныстарын түгелдей орындап, оны жазбаша түрде білдіреді. Елші арқылы Расул Әкрамға қымбат сыйлықтар жолдайды. Үммі Хабиба Құрайштың басшысы Әбу Суфайянның қызы еді. Мұсылмандықты қабылдаған ол иманның шарттарын емін-еркін жүзеге асыру үшін күйеуі Убайдуллах ибн Жахшпен бірге Меккеден Хабашстанға хижрет еткенді. Убайдуллах дінін сатып, христиандықты қабылдап, әрі-сәрі боп жүргенде Үммі Хабиба иманның беріктігін паш еткен. Кейінірек жолдасы өліп жесір қалған тұста түсінде Убайдуллахтың «Ей, мүминдердің анасы» деп дауыстағанын көреді. Мүминдердің анасы болу құрметі тек Алла Расулының ақ некелілеріне бұйыратындықтан ап-анық түсін жақсылыққа жориды да қояды. Араб әйелдері теңін таппай тұрмыс құрмайтын. Әзірет Үммі Хабиба да жат жерде жесір қалып, қиын жағдайларды басынан өткереді. Дінін сақтау жолында туған жерден жырақ кетіп, ағайын туыстан айырылып, жалғыз қалған адамның халін сипаттап жатудың өзі артық болар. Оның үстіне ол қорғансыз, қауқарсыз әйел болса. Осы себептерге байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Үммі Хабибаны некелілеріне арасына алғанды жөн көрді. Талабын Нәжишиге елші арқылы білдірген. Хабаш билеушісі пайғамбардың тілегенін құптап Үммі Хабибамен неке отырғызады. Пайғамбардың Хабаш билеушісінен тағы бір өтініші мұсылман мұхаширлерді Мәдинаға қайтаруға қатысты. Асқама мұнда да жауапсыз тастамады. Әзірет Жахфар бастаған мұсылмандарды кемемен Мәдинаға шығарып салды.